Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге құйрық майдың ерекше қасиеттерімен бөлісетін боламын. Қазақ тілді каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Құйрық май қойдың құйрық түбінде дөңгеленіп жиналған май. Ондай май жекелеген қылшық және ұяң жүнді қой тұқымдарында болады. Айталық, Еділбай қойы, дегедес қойы, қазақтың ұяң жүнді қойы, алай қойы секілді қойларда болады. Қой қысқы тебінде жайылғанда жетіспейтін қорегін құйрықтан біртіндеп алып толтырады екен. Қазіргі кезде құрамында холестерин бар деп құйрық майды қолданушылар азайып кетті. Көпшілігі өсімдік майын тұтынады, ал медицинада құйрық майдың пайдасы ұшан теңіз екен. Біз құйрық майдың рөлін жиі айтқанымызбен, қазіргі кездегі оған кері ағар пікірлерге ғылыми дәлел айта алмай жатамыз. Олар маң майының қандағы холестерин мөлшерін жоғарылатып, жүрек қан тамыр ауруларына ұшырататынын алға тартып жүр. Халқымыз көп нәрсені біліп, дұрыс қолданған. Құйрық майда солардың қатарында. Қойдың құйрық майының негізгі құрамы төмендегідей: май қышқылдары, лавр қышқылы, медистік қышқылы, памид қышқылы, маргарин қышқылы, стерайн қышқылы және алеин қышқылы. Алеин қышқылы жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады. Жоғары температураға төзімді тағамды қосып пісіру кезінде тұрақты болып келеді. Адам денсаулығына зиянды май қышқылдарына ыдырамайды. Қазірге дейін денсаулыққа кері әсер анықталмаған. Ол зәйтүн майында көп болады. Зәйтүн майы калориясы өте жоғары, бір қасығы 100-ге жуық калория беретін тағам. Памид қышқылы. Бұл ағзаға зиянды және холестеринді жоғарылататын жалғыз қаныққан май қышқылы. Дегенмен, қойдың құйрық майында басқа зиянсыз қаныққан май қышқылдарының жалпы мөлшерінен аз екендігін ескерсек, ол адам денесіндегі холестеринді жоғарылата алмайды. Көбінесе косметика, сабын, майшам және тағы басқа өндірісте қолданылады екен. Қазақ халқы ежелден құйрық маймен жас сәбидің денесін сылаған. Құйрық май баланың жұмсақ, балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді екен. Нәресте қол аяғын керіп созғанда сәбидің буындары жазылып, денесі сымбатты болып өседі. Іші кепкен сәбидің іш жағына құйрық маймен массаж жасау керек. Сонда іштің желденуі азаяды. Құйрық май тұмауға қарсы таптырмайтын ем болып табылады. Балалар мен ересектер салқын тигенде құйрық майды ыстық күйінде қасықтап ішсе, бұл адам ағзасына шипасын тигізеді. Бұл майды ерітудің екі жолы бар. Біріншіден, құйрық майды еріткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы, еріткен соң оның үстіне су құйып, біраз қайнату қажет. Сонда піскен құйрық май болады. Оған сарымсақ қосып, біраз суыған соң 4-5 шай қасығын балаға беру қажет. Келесі күні балаңыздың тамағы ауырғаны басылатын болады. Белгілі жазушы Жадей Шәкенұлы құйрық майдың туберкулез ауруын емдеу үшін де қолданылатынын айтты. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күш ала салып араластырыңыз. Кейін май қымызға сіңіп қою болады. Оны туберкулез, тыныс жол ауруларын емдеу үшін ішеді. Қазақ емшілері дәстүрінде осындай тәжірибе бар деп түйіндеді жазушы. Құйрық майды дәмді жасаудың түрлері өте көп. Соның біреуі, алдымен құйрық майды суға жарты сағатқа пісіріп аламыз. Суыған құйрық майды өз қалауыңызша дәмдесеңіз болады. Қызыл бұрыш немесе қара бұрышқа құйрық майды толықтай аударып аламыз. Содан кейін тоңазытқышқа саламыз. Дайын болған құйрық майды жапырақтап турап, күніне бірнешеуін нанмен қосып жеп жүрсеңіз, күні бойына тоқ жүретін боласыз. Егер құйрық майды көп жейтін болсақ, гормондар синтезделеді. Құйрық май ерлердің жыныстық белсенділігін арттырса, әйелдердегі бедеулікке ем болып келеді. Қой қазақтың қазынасы. Бұрынғы ата-бабаларымыз қой бағып күн көрген. Ол кезде
Қазіргідей медицина дамымағаны бәрімізге мәлім. Ауырған шағында табиғаттағы әр өнімді дәрілік тұрғыдан пайдаланып жүрген, ал осы тұста әлі күнге дейін сақталып келе жатқан дәрілік табиғи өнім ол қойдың құйрығы екені баршамызға анық. Сіз бұл жайлы не білесіз? Видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естімеген пайдалы ақпараттар айтатын боламыз. Жалпы, қойдың майы 3 түрге бөлінеді. Олар құйрық майы, шарбы май және бүйрек май болып, алайда дәрілік мақсатында көбіне құйрық май қолданылады екен. Құйрық майдың емдік қасиеттері: жөтелді басып, қақырықты босату үшін құйрық майды шыжғыртып 50 грамм мөлшерінде ыстықта ішеді. Тұмаудан болған созылмалы жөтелге құйрық майды ыстық сүтке қосып ішеді. Жаңа туған бөбектерді әр 7-де 1 рет тұзды суға шомылдырғаннан кейін суықтан сақтану және теріні жұмсарту мақсатында қой майымен сылайтын болған. Балаларға тұмау тиіп жөтелгенде алқымды, алақанды, табанды қойдың жылы майымен сыласа сауығып кетеді. Ішуге және денедегі тері ауруына қолдану үшін қойдың майына дәрі өлтіреді. Денеге қатты суық өткен кезде ұйықтар алдында табанға жағып жатса, таңға дейін денедегі суықты алады, ұйқыңыз тынышталады. Жәди Шәкенұлы құйрық май сәбидің сымбатты болып өсуіне түрткі болатынын жеткізді. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда, бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Сондай-ақ тұмау тимейді. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салған. Тарих зерттеушісінің сөзінше, балалар мен ересектер салқын тигенде құйрық майды ыстық күйінде қасықтап ішсе, бұл адам ағзасына шипасын тигізеді екен. Құйрық май қанша майлы болса да, ас қорыту жүйесіне өте жеңіл сіңіріледі екен. Майдың құрамында пайдалы амин қышқылдары, В тобының және А, Е, яғни дәрумендердің өте көп түрі бар. Құйрық майдан адам ағзасына жақсы әсер беретін холестеринді алуға болады. Мәселен, өсімдік майының кейбір түрін жоғары температурада қыздыруға болмайды. Ал құйрық май мен іш майды жоғары температурада қыздырсақ та құрамын өзгертпейді. Яғни қайнатып, қуырып, қақтап, тіпті шекілей тұтынсақ та майдың табиғи құрамы бұзылмайды. Достар, біздің арнаны 75% адам тіркелусіз қарайды екен. Арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Біздің еңбегімізді бағалап, достарыңыз бен жақындарыңызға видеоны жіберулеріңізге болады. Ешқашанда ауырмаңыздар, сау болыңыздар.